Барлық мақтау Аллахқа тән. Алла субхану ва тағала біздерге шексіз нығмет берді. Осының ішіндегі ең үлкен нығмет бізді мұсылман қылып жаратты. Және де пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламның үмметі қылды. Осы нығметке біз Алла субхану ва тағалаға сан санақсыз мақтаулар айту керек. Және де әлемге рахмет етіп жіберілген пайғамбарлардың мырзасы, тақуалардың имамы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға және оның жанұясы мен сахабаларына Алла субхану ва тағаланың сәлемі мен игілігі болсын. Алла субхану ва тағала Құран кәрімде былай дейді: расында Алла субхану ва тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды өз рахметіне алды. Және де періштелерге оған салауат айтыңдар деп әмір етті. Ей момындар, сендер де пайғамбарға салауат етіп, әлі шынайы ықыласпен оған сәлем етіңдер дейді. Міне Алла субхану ва тағала бізге бұл аятта пайғамбарымызға салауат айтуды міндет етіп жатыр. Яғни бұйырып жатыр. Пайғамбарымызға салауат айту ол құлшылықтардың ең абзалы. Өйткені Алла тағала кез келген құлшылықты пенделеріне бұйырған, орындаңдар деді. Пенделер оны орындады. Бірақ Алла субхану ва тағала пайғамбарымызға салауат айтуды бірінші өзі бастады. Инналлаху ва малаикатаху юсаллуна аля наби деді. Алла субхану ва тағаладан пенделеріне болған салауат ол рахметіне алу. Яғни ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды рахметіне алды. Осы салауатты пенделеріне бұйырып жатыр. Содан кейін періштелерге пайғамбарға салауат айтыңдар деп бұйырды. Яғни періштелерден пенделерге болатын салауат, истиғфар, Алла тағаладан кешірім сұрау. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Жибрил алейхиссалам келіп, кімде-кім саған салауат айтатын болса, оған 70 мың періште истиғфар айтады. Егер де кімге періштелер истиғфар айтатын болса, ол жәннат әхілдерінен болады деген. Сол сияқты момындарға да бұйырып жатыр. Пайғамбарға салауат айтыңдар деген. Пенделердің бір-біріне салауат айту ол бір-біріне дұға қылу. Міне бұл пайғамбарымызға салауат айту Алла тағаланың құдіретімен ол бүкіл пенденің күнәсі кешіріледі. Сол сияқты оның беделін арттырады. Негізгі пайғамбарымызға салауат айтудың мағынасы ол пайғамбарымызға Аллахым пайғамбарымызға үлкен бір жоғарғы дәрежені бер деп дұға қылу. Пайғамбарымыз саллаллаху былай дейді: маған салауат айтыңдар. Өйткені сендердің айтқан салауаттарың ол сендерге зекет бергенмен тең дейді. Егер де сендер Алла тағалаға жалбарып дұға қылсаңдар, уәсилә сұраңдар деді маған. Сонда сахабалар: я Расулалла, уәсилә дегеніміз не деді? Уәсилә дегенім ол жәннаттағы бір үлкен дәреже деді. Оған тек бір ғана адам жетеді. Міне сол адам мен болуды қалаймын деді. Сондықтан да маған уәсилә сұраңдар деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тағы бір хадисінде айтады: кімде-кім маған 10 рет салауат айтатын болса, Алла субхану ва тағала ол пендеге 100 рет салауат айтады деген. Енді Алла тағала кімге салауат айтса, ол өз рахметіне алады. Міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға салауат айтудың абзалдары. Кімде-кім пайғамбарымызға үнемі салауаттар айтып жүретін болса, көшеде жүрсе де, қайда болса да, ешқандай уақыт белгілемеген. Өйткені бұл зікірлердің бір түрі. Зікір деген нәрсе басқа құлшылықтардан айырмашылығы ол, басқа құлшылықта бір белгілі уақытта бір мөлшерлер бар деді. Ал зікір қылудың ешқандай мөлшері де белгіленген уақыты жоқ. Міне салауат айту да ешқандай белгіленген мерзімдері де, уақыттары да, мөлшерлері де жоқ. Егер пайғамбарымызға салауатты көбейтетін болсақ, онда ақырет ісімізді, дүние ісімізді бізге жеңіл болады. Бір яһуди мұсылманға жала жауып, яғни бұл менің түйемді ұрлады деп жала жауады. Оған 4 мұнафық куәлік етеді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл түйені жаңағы яһуди әйелге береді, бұл жаңағы мұсылман адамға қол кесуге бұйырады. Сонда бұл мұсылман дұға қылып: ей Аллахым, менің пәк екенін білесің, бұл менің түйем ғой деп дұға қылады. Сонда пайғамбарымызға келіп: я Расулаллах, менің куәгерім ретінде сен мына түйеден сұрашы дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл түйеге: сенің иең кім дейді. Аллахтың құдіреті бұл түйеге тіл қатып: менің ием осы мұсылман, ал мына яһуди болар жала жауып алып жатыр деді. Сонда пайғамбарымыз бұл мұсылман адамға келіп: түйе саған куәлік ететіне сен не амал істейсің деді. Мен саған жатар кезде 100 рет салауат айтып жататын едім деді.
Сонда пайғамбар міне сен осы маған салауат айтқанның берекеті Алла субхану ва тағала бұл дүниеде сенің қол кесуіңнен сақтады, қияметте сені азабынан сақтайды деді. Суфиян Саури, үлкен табиин ғалымдардың бірі, былай дейді: мен қажылыққа бардым. Қажылықта бір адамның Каабаны тауап етсе де, Арафада тұрса да, Минада да тұрса да, Сафа мен Маруаның арасында жүгірсе, тек пайғамбарымызға салауат айтып жатқанын көрдім дейді. Сонда ол кісінің бері шақырып, пәленше сен неге Алла тағалаға мақтаулар айтпай, дұға қылмай, тек салауатпен шектеліп қалып жатсың дейді. Бұның ерекше бір қиссасы бар деді. Онда маған айтып берші дейді. Мен Харасаннан әкеміз екеуміз осы қажылыққа шықтық. Жолда Куфаға жеткенімізде әкем қатты ауырып қалды. Мен оны емдеуге әрекет қылдым, бірақ та көз алдымда әкем мерт болды. Оның бетін матамен жауып қойдым. Сол біраз уақыттан кейін бетін ашсам, оның жүзі есектің жүзі сияқты болып есекке айналып кетті дейді. Ондан қорқып, енді адамдарға әкемнің бетін қалай көрсетемін деп уайымдап отырғанда қатты ұйқы қысып көзім ілініп кетті. Түсінде өте жүзі әдемі, көрікті, киімі тап-таза, аппақ, қош иісті бір кісі келе жатыр. Әкемнің алдына келді, ол бетін ашып, қолымен бір сипағанда, оның жаңағы ұсқын жүзі толған айдай жап-жарық нұр болып кетті. Мен жүгіріп барып етегіне ұстап, сен кімсің өзі? Сонда ол, мені танымайсың ба? Мен Мұхаммад бин Абдулла, маған Құран түскен пендемін деді. Саған жалбарым сұраймын, бұның себебі неде? Не үшін әкемнің жүзі есекке айналып кетті? Осыны айтып берші дейді. Сенің әкең бұл дүниеде рибамен айналысатын еді, өсімқор соның ақшасын жейтін еді. Міне Алла субхану ва тағала өсімқорларды, риба жегендерді жүзін есекке айналдырам деді. Я қияметте немесе осы жерде екеуінің біреуінде оның жүзін есектің жүзіне айналдырам деген еді. Бірақ та Алла тағала осы дүниеде оның жүзін есекке айналдыруын қалады. Бірақ та бұл әкең үнемі маған жатар кезде 100 рет салауат айтатын. Жүзі есекке айналғанда періштелер маған кеп хабар берді. Ей Расулуллах, ей Аллахтың елшісі, саған салауат айтқан үмметінің бірі жүзі есекке айналып кетті деді. Сонда пайғамбарымыз, мен Алла тағаладан дұға етіп сұрағанда ол маған шапағат етуді бұйырды. Сол себепті міне жүзі жарқын нұрға айналды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай дейді: Жибрейл, Микаил, Исрафил, Азраил, 4 періште маған кірді. Сонда Жибрейл алейхиссалам, я Мұхаммад дейді, саған кім 10 рет салауат айтатын болса, мен оның қолынан ұстап Сират көпірінен қас-қағым сыртып өткіземін деді. Микаил алейхиссалам, мен сенің үмметтеріңді хауызыңнан, яғни пайғамбарымызға берген үлкен көлінен сусындандырамын деді. Исрафил алейхиссалам, мен Алла субхану ва тағалаға осы үмметіңе кешірім сұрап, Алла тағала кешірім етпейінше басымды сәждеден көтермеймін деді. Мәләкүл маут, мен осы үмметтерімнің жанын, пайғамбарлардың жанын алғандай алам дейді. Бір хабарда келеді, Адам алейхиссалам қияметте пайғамбарымыздың бір үмметі тозаққа кетіп бара жатқан көріп, я Мұхаммад деп жар салады. Ләббәк я Абул Башар деп пайғамбарымыз, тыңдап тұрмын сені, адамның атасы деді. Сенің үмметіңнің біреуі тозаққа кетіп бара жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам оның артынан ілесіп періштелерге, ей періштелер тоқтаңдар дейді. Сонда періштелер, ей Мұхаммад, сен Алла тағаланың аятын білмейсің бе? Ла ясуна Аллаху ма амарахум ва яфалуна ма юмарун деген. Олар періштелер Алла тағаланың әміріне ешқашан қарсы келмейді, не бұйырса соны орындайды деген аят білмейсің бе? Алла тағала бізге бұйырды, оны алып бара жатырмыз деді. Сонда Мұхаммедке бойсұныңдар деген хабар келеді. Оны таразыға қайтарады. Бүкіл амалдардың бәрін таразының бір шетіне қояды. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жеңінен бір парақтан алып, ішінде саллаллаху алейхи ва саллям деген сөзді қояды. Пайғамбарымызға салауат. Сол пайғамбарымыздың салауаты ананың бүкіл күнәларын бәрін басып кетеді. Оны көрген пенде тозақтан құтылғанына қатты қуанып, сен кімсің дейді. Мен Мұхаммад, яғни Мұстафамын дейді. Сонда оған қатты қуанып, рахметін айтып, бұл жаңағы шығарған парағың не дейді? Бұл сен осы дүниеде маған бір салауат айтқаның дейді. Мен соны осы қияметте саған сақтап қойдым. Қазір соны саған міне бердім. Алла тағала маған шапағат етуді берді. Кімде-кім пайғамбарымызға үнемі салауат айтатын болса, Алла тағала оны пайғамбарымыздың шапағатына ие қылып қояды.
Міне бұл пайғамбарымызға салауат айту. Тіпті біз мысалы дұға қылсақ та пайғамбарымызға салауат айтпасақ, о дұғамыз ешқашан қабыл болмайды. Өйткені Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, кімде-кім дұға қылатын болса, маған салауат айтпайынша оның дұғасы аспан мен жердің ортасына көтеріп тұрады. Егер де маған салауат айтатын болса, онда жаңағы тосқауылдан тесіктер пайда болып, оның дұғасы көтеріледі. А егер маған салауат айтпайтын болса, оның дұғасы сол бойы қалып кетеді. Бір салық адам намаз оқып тәшәһүдқа отырғанда пайғамбарымызға салауат айтпай намазын бітіреді. Түсінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи маған келеді. Сен неге тәшәһүдте отырғанда маған салауат айтпадың? Мен Алла Тағалаға зікірлер қылып, мақтаулар айтып жатып, ұмытып кеттім дейді. Кімде-кім дұға қылатын болса, маған салауат айтпайынша оның дұғасы қабыл болмайтынын білмейсің бе дейді. Қиямет күні пенде мысалы қандай амалдар келсе де, маған салауат айтпадың, оның салауатының бәрі бір тиын қабыл болмайды дейді. Сондықтан да бұл салауат ғибадаттың абзал деген. Басқа пенделердің ғибадаттары қабыл болмауы мүмкін, бірақ пайғамбарымызға салауат айту қабыл болады деген. Бір зәһид, яғни дүниені тастаған үлкен тақуа кісі ұйықтап пайғамбарымыз түсінде көреді. Пайғамбарымыздың алдына барып бағыт алғанда пайғамбарымыз одан бет бұрады. Сонда, я Расулаллах, сен менен ренжігесің ба, маған ашулысың ба, неге бетіңді менен бұрып жатсың дегенде, жоқ, мен саған ашулы емеспін дейді. Мен пәлен деген үмбетің ғой дегенде, мен танымадым ғой дейді, жоқ, танымадым дейді. Мен ғалымдардан естідім едім. Қияметте пайғамбарлар үмметін әке-шешесінен де жақсы таниды деген еді. Сен неге бет бұрып жатсың дегенде, я, әрине, ғалымдар рас айтқан, мен оларды әке-шешесінен де жақсы танимын, бірақ та олар маған салауат айтқан кезде ғана жақсы танимын дейді. Хасан Басри бір әйел келеді. Ұстаз, менің қызым бар еді, өліп кетті. Осы қызымды түсімде көру үшін мен не істеймін, маған бір амалдар үйретші түсімде көрейін. Сонда оған пайғамбарымызға салауат айтуды үйретеді. Ол әйел үйіне кетеді, салауатын айтып жүреді. Күндердің бір күнде қызын түсінде көреді. Қараса, тозақтың киім киіп алған, мойында шынжырлар, аяғы кісендеулі. Оны көріп шошып кетеді анасы. Ертесіне Хасан Басриге келіп осы хабарды бергенде, екеуі бұны еске алып жылайды. Тағы біраз күндер өткен кейін Хасан Басри жаңа қызды түсінде көреді. Жәннат бағында отыр, төсектердің үстінде отыр. Оның басында шығыс пен батысты толтыратындай нұр жарқын тәжік киіп отырған екен. Сонда, ұстаз, мені таныдың ба дейді. Жоқ, сен танымадың. Сен кімсің дейді. Сен анау пәлең әйелге салауат үйреткен едің ғой, мен соның қызымын дейді. Ол қалай бұндай дәрежеге жеттің дейді. Біз қабірде болғанда, қабірден бір кісі пайғамбарымызға салауат айтып, соның салауаттың сауабын бізге бағыштады. 550-ге жуық адамдар азапталып жатқан еді. Кенеттен бір дауыс көтеріліп, бұл Мұхаммедке салауат айтылғанның берекетімен бұл жердегі бүкіл адамдардың азабын көтеріп тастаңдар деген дауыс келді. Міне содан кейін біз халге жеттік дейді. Міне пайғамбарымызға салауат айту. Пайғамбарымыз мінбарда тұрып 3 рет әмин, әмин, әмин деді. Сахабалар сұрады сонда, я Расулаллах, сен неге әмин, әмин деп 3 рет айттың дейді. Жибрил алейхиссалам маған келді, кімде-кімге Рамазан айы кіріп, оның күнәсі кешірілмей өліп кететін болса, оған қасірет болсын. Сол кезде мен әмин дедім дейді. Екінші, егер де кімде-кімнің қолында әке-шешесі бола тұра, немесе оның екеуінің біреуі бола тұра, оған жақсылық қылмаса, оған да қасірет болсын. Сол кезде мен әмин дедім дейді. Кімде-кімнің алдында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның есімі аталғанда маған салауат айтпаса, оған да қасірет болсын дегенде мен әмин дедім дейді. Сондықтан да пайғамбарымыз не деді? 4 адам жафа шегушілер деді. Біріншісі ол дәретті түрегеліп сындырған кісілер. Екінші, намазы бітпей тұрып маңдайындағы тастарды сүрткен адам. Үшіншісі ол азан естігенде азаншымен бірге қосып азанда қайтармаған адамдар. Төртінші, менің есімім оның алдында аталғанда маған салауат айтпаған адамдар деді. Міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзіне салауат айтуда бізге міндеттеді. Және осыған қызықтырды. Кімде-кім пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға күндіз түні 10 рет салауат айтатын болса, қияметтегі қиыншылықтан аман болады. Және де нығметке бөленген пайғамбарлар мен салықтармен бірге болады. Аллахумма салли аля бадри тамам, ва мисбахи залам, ва мифтахи дари салам, ва шамси дини l'Islam, Muhammadin алейхи салату вассалам, ва саллаллаху та'аля аля хайр халқи Muhammadin, ва аля алихи ва асхабихи аджмаин.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.